сәлеметсіздер ме, әділ қазы алқасы. Бүгін біз Тарбағатай ауданы Қосшы ауылына кетіп тұрмыз. Бұл жерде Дәулетбай атындағы мектеп балабақшасы, Айкөлек шағын орталығы бар екен. Бұл жерде жылдар бойы жұмыс атқарып келе жатқан Мехмет ана қапырға тұратын көрінеді. Қазір біз ол қызмет өзінің стартапын боламыз. Сәлеметсіз бе? Біз сізді үздік тәрбиеші сайысына қатысады деп естідік. Сізден аз ғана сұхбат алсақ. Өзіңіз жайлы қысқаша сұхбат берсеңіз. Мен Дәулетбай атындағы мектеп балабақша кешенінің ішіндегі Айкөлек шағын орталығының тәрбиешісі Мехметова Анар Сабырқызымын. Армысыздар, әріптестер, қазылар. Әр уақытта қасымыздан табылар. Тәрбиешілер сайысына кеп қалдым. Дәулетбай атындағы бөбекжайдан. Армысыздар, әріптестер, құрбыларым. Сайыскерлер сайыста сынар бағын. Кетейін мен өзімді таныстырып, көрермен қошеметпен қабыл алсын. Тәрбиеші баланың қараушысы, жылу беріп күндей боп тараушысы. Атым Анар, сұрасаңыз сабыр тегім, бұрын бет руының қызы едім. Тәуке елі түскен жерім батыр баба, ұрпағын жеткізетін мен бір ана. Аруағы қолдап қорғап жүрсе деймін, мақтан тұтар бабасын барлық бала. Бүгінде аяулы жар ардақтана, 4 қызым 2 ұлым бар құшағымда. Жиенге әже атандым бұл күнімен, жеңіске жету менің арманымда. Осы үздік тәрбиешіге деген көңіл күйіңіз қалай? Дайындығыңыз қалай? Енді қай тәрбиеші де болса да, ондай кішкене қобалжу болады ғой енді. Менің де ойымда бір қобалжу бар. Мен мына жерден көріп тұрғандай міне, ақырындап міне дайындалып жатырмын. Осы міне көзіме көрініп тұрған қазағымыздың салт дәстүрі, қазағымыздың бұрынғы алты қанатты киіз үйі. Шығармашылық табыс тілеймін. Алдағы болатын үздік тәрбиешіде басшыдан оралмыз. Сізге шығармашылық табыс тілеймін.